musulman aldığındağı aksı. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala'ga sansız madat, ardaқты Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga, onun otbасы мен барлық сахабаларына салаваттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің сұлтаны болған, төресі болған жұма күні мүбәрәк болсын. Асыл дініміз ислам мұсылмандардың өзара туыс екендігін айтып, олардың арасында белгілі бір ақы бекітті. Мұсылмандар өзара қарым-қатынаста осы ақыларға мән беру арқылы олардың арасындағы бауырмалдық пенен бірлік одан әрі артып, сүйіспеншіліктері де нығая түседі. Ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, хаққул муслими ала муслимин хамсун. Руддус салам, ва иядаtul марид, ва иттиба'ул жаназа, ва ижабатул дa'ват, ва ташмитул атоис. Мұсылманға деген 5 ақысы бар. Сәлем беру ақысы, ауырса халын сұрау, жаназасына қатысу, шақырса бару, түшкірсе жақсылық тілеу деп имам Бұхариде айтылған хадис. Ал имам Муслимнің риwayatында мұсылманның мұсылман алдындағы 6 ақысы бар екендігін айтылған. Олар хәл муслимин аля муслими ситтун идәл лақитатаху фасаллиму алейхи ва ида да'ака фаажибху ва ида тансахака фансахху ва ида атаса фахамидаллаху фасаммитху ва ида маридту фа'удху وَإِذَا مَاتَ فَتَبَعَهُ. Мұсылманның мұсылман алдында 6 ақысы бар екендігі: егер кездессең, сәлем бер. Егер шақырған болса, оған бар. Егер насихат сұраса, насихат айт. Егер түшкіріп Алла Тағалаға мақтау айтса, оған жақсылық тіле. Егер ауырып қалса, халын сұрап бар. Егер қайсы болса, соңғы сапарға шығарып сал деп имам Муслим риwayat еткен екен. Жалпы мұсылманның мұсылманға деген ақылары көп. Алайда ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, сол ақылардың ішінде осы айтылған амалдарды айтып кетті. Бұл амалдарды орындауға ерекше мән беруіміз керектігін білдірді. Сондықтан да ғалымдарымыз жоғарыдағы хадистегі 5 нәрсе, 6 нәрсе деген сандардың шектеуі үшін көрсетілмегендігін айтқан. Енді осы хадисте қамтыған мұсылмандық ақыларға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші, сәлем беру ақысы. Қазақ халқы сәлем сөзінің анасы деп сәлем беруге үлкен мән берген. Адамдар бір-бірімен кездескен уақыттарында ең бірінші әдетте осы сәлемдесуден басталады. Жоғарыда айтылған 2 хадисте оралсақ, имам Бұхари риwayatында сәлем берсе, қайтару делінсе, ал имам Муслимде егер кездессеңдер, сәлем бер деп айтылған. Демек, мұсылманның мұсылманды көргенінде сәлем беруі немесе сәлемді жауап беруі де мұсылмандық ақысына жатады. Бұхар жырау бабамыз сәлем сөздің анасы, әлейк алған данасы деп қазақ халқының ассаламу алейкум деп сәлемдесіп, уа алейкум ассалам деп сәлемге жауап бергендігін айтқан. Сәлем беру сүннат, ал оған жауап беру уәжіп болып табылады. Алла Тағала қасиетті Құранның Ниса сүресінде уа ида хуййтукум битахийяти фахайю би ахсана минха ау руддуха. Қашан сендерге сәлем берсе, онда сәлемді одан да көркемірек
не оның өзіндей етіп қайтарыңдар деп айтқан. Демек Алла Тағаланың бұл аяттарда бұйрығына сай сәлемге жауап қайтарушы адам сәлем берушіден де артық әрі көркем түрде жауап беруі тиіс. Ал көпшілікке сәлем берген уақытта арасына біреуі жауап қатқан болса, қалғандардың міндеті түседі. Әли ибн Абу Талиб, Аллаһтан разы болсын, жамағат бір жерден өтіп бара жатқанда араларына біреуі сәлем берсе, бәрі сәлем бергендей болып есептеледі. Сондай-ақ отырған жамағаттан біреуі ғана жауап берген болса, сол жеткілікті деген. Ендеше мұсылман адам өзге мұсылмандарды көргенде күлімсіреп, жымиып сәлемдесуі, немесе оған бірінші сәлемдескенде одан көркем етіп жауап қайтуы мұсылмандық ақылдардан ғана емес, арада сүйіспеншіліктің артуына себепші болады. Ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты менен сәлемі болсын. Жаным қолында болған Алламенен ант етемін, сендер иман келтіргенше жәннатқа кіре алмайсыңдар, ал бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтірген болып саналмайсыңдар. Сендерге бір-біріңді жақсы көруге ықпал етер бір іс хабар етейін бе, араларыңда сәлемдерді жайыңдар деп осы сәлемдесуді айтқан. Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы бір жерге барғанда сөзді сәлемменен бастамау әдепсіздік. Қалтамда 10 диплом болғанымен сәлем парызын білмесең, біліп тұрып оны өтемесең, жолын жасамасаң, нағыз мәдениетсіз адамсың. Мәдениеттілік адамның рухани өсуіменен өлшенеді. Сәлем беру ізгіліктің, кішіліктің баспалдағы. Сәлем беру сөзі бастаудың беташары. Сәлем беру танысып білісудің, достықтың дәнекері деген. Сондықтан да халқымыз әдепті елдің баласы алыстан сәлем береді деген. Екінші ақысы, сырқаттанса жағдайын біліп халын сұрау. Қандай да бір мұсылман науқастанып қалса, өзіне мұсылмандар оған барып хал жағдайын сұрау керек. Ауырып жатқан адамның халдарын сұрау, оның көңілін көтеріп, дертінің жеңілдетуіне, сырқатын ұмытуына себепші болады. Өзін уайымдап, ойлап жүретін адамның бар екендігіне көз жетеді. Қуатына қуат қосылып арта түседі. Алла Тағала құзырында бұл үлкен сауапты амал болып танылады. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бауырының халын таңертең сұрап барған кезде кез келген мұсылман үшін 70 000 періште кешке дейін Алладан күнәларының кешірілуін сұрап, ол үшін дұға жасайды. Ал егер бауырының көңілінің кешке сұрап барса, онда 70 000 періште таң атқанша Алладан күнәларының кешірілуін сұрап, ол үшін дұға жасайды. Және оған жәннатта жемістер дайындалады деген имам Тирмизиді. Халын сұрап барғанда мұсылман адам науқас адамның хал жағдайын сұрауменен қатар тәубе турасында еске салып, өсиеттер айтып, ол үшін кешірім тілеп, қасиетті Құранның шипа аяттарын оқып дем салуы, Алла Тағаладан шипа тілеп дұға жасауы дұрыс. Шариғатта науқас адамның жағдайын сұрауға арнайы уақыт белгіленбеген. Бірақ сырқаттанған адамға ыңғайлы уақытты таңдап барған жөн. Барудағы мақсат ауру адамның көңілін аулау, оған қиындық туғызбау. Болғандықтан науқастың ұйықтап, демалып, дәрет алып, ем қабылдап жатқан уақыттарында емес, және де тым кеш уақытта барған дұрыс емес. Үшінші, шақырған болса, шақырғанына жауап беру. Шақырған жерге бару мұсылман адамның басқа мұсылмандарға деген ақысы. Ата-бабамыз шақырған жерден қалма, шақырмаса жерге барма деп шақырылған жерге бару керектігін айтқан.
ғалымдарымыз шақырған жерге бару мұстахаб, ал үйлену тойына шақырылған адамның баруы уәжіп екендігін айтқан. Оған ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты менен сәлемі болсын, мына хадисін дәлел ретінде келтірсек болады. Астың ең жаманы кедейлерді тастап, тек ауқатты адамдарды шақырылған тойдағы ас. Ал кім шақырылған жерге бармайтын болса, Алла Тағала және оның елшісіне қарсы келген болады. Имам Бухари, Имам Муслимде айтылған. Шақырылған жерге бару төмендегі шарттарға жауап бергенде ғана міндетті болады. Бірінші, шақырылған жерге тыйым салынған заттардың болмауы. Екінші, шақырылған адамның тікелей өзіне қатысты болуы. Егер көпшілікке барлығыңды шақырамын деп айтылған болса, көпшілік арасынан кейбір адамдардың баруы жеткілікті. Сондықтан да арнайы шарттарға жауап берген жағдайда бір зәру жағдай туындамаса, мұсылман адам шақыруға жауап беріп, шамасы келгенше ол жерге баруға тырысуы қажет. Төртінші, ақысы түшкірген кезде жауап беру. Түшкіру тыныс алу жолдарында тұрып қалған шаң тозаң менен зиянды ұсақ заттардың қас қағым сәтте іштегі ауаны сыртқа шығару арқылы іске асатын шартсыз рефлекс. Бір мұсылман түшкірген уақытта қасында тұрған басқа мұсылман оған жақсылық тілеп, Алладан дұға етуі мұсылманға деген ақысы. Яғни қандай да бір мұсылман түшкіріп, әлхамдулилля, Аллаға мадақ болсын десе, оған дұға жасап, ерхамутулла, Алла сені мейіріміне бөлесін деп айтуымыз қажет. Ал ол адам өзіне дұға етушіге яхдика Аллаху ва юслиху бәләк. Алла сені туралыққа бастап, ісіңді оңғартсын деп жауап береді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын. Ида атоса ахадукум фальяқул алхамдулилlah вәл яқул лаху ахуху ау сахибуху ярхамукуллах фаида қала лаху ярхамукуллах فَلْيَقُلْ يَهْدِيَكُمُّ ва юслиху бәләкум. Сендерден кім түшкірсе, Аллаға мадақ болсын деп, Аллаға мадақтаулар айтсын. Ал оның бауыры оған Алла сені мейіріміне бөлесін десін. Ал егер оған Алла сені мейіріміне бөлесін деп айтса, оған түшкіруші жауап ретінде Алла сені туралыққа бастап, ісіңді оңғартсын десін деп айтқан екен. Имам Бухарида, Имам Муслимда айтылған риуаят. Қазақ халқында түшкіргенде жарекім Алла деп жататындығы осы ярхамукулла, Алла сені мейіріміне бөлесін деген сөзден шыққан. Ал қандай да бір мұсылман суық тиіп, аурудың себебін түшкірсе, оған шипа тілеп, дұға ету қажет. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қасында болған бір кісі түшкіргенде, Алла елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Алла сені мейіріміне бөлесін деп айтады. Кейін әлгі кісі тағы да түшкіреді. Сонда Аллах елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл кісіге суық тиген дейді. Имам Муслимда келген. Тағы да бір хадисінде ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, шәммиту ахака сәләсән, фәмә зәда фәхуә зукамун. Бауырына 3 рет түшкірсе, дұға айт, ал одан да көп түшкіруі суық тигеннің белгісі дейді. Абу Дауудта келген хадис екен. Ғалымдар хадистегі суық тигендік деген сөзге байланысты бұл ол адамға Алла Тағаладан шипа тілеу керектігін меңзейді. 5-ші ақысы, дүниеден өтсе жаназасына қатысу. Тумақ бар жерде өлмек бар демекші, әрбір тіршілік иесінің бұл дүниедегі дәм тұзы таусылудан кейін жаратқан жаратушысына
қайтары ақиқат. Алла Тағала қасиетті Құранның Анкабут сүресінің 57 аятында Астағфируллах Күллу нафсин заиқатил маути сумма илайна туржаун. Әрбір жан өлімнің дәмін татады, кейін бізге қайтарылады деген. Осындайда қандай да бір мұсылман бұл фани тіршіліктен бақилыққа аттанар болса, оның жаназасына қатысу мұсылмандық ақысының бірі. Өзге мұсылмандар осындай қиын қыстау сәтте марқұмның жақындарының қайғысына ортақтасып, қолынан келгенше жәрдемдесіп, жаназа намазына қатысып, қабірге дейін жерлеуге қатысқаны жақсы. Абу Хурайра риуаят еткен хадисте ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Ман шахида жаназата хатта юсолли алейха фалаку қиратун, ва ман шахидаха хатта тудфана фалаку қиратани. Қила ва ма қиратани, қала мислул жабалайни азимайни. Кімде-кім жаназаға қатысып, жаназа намазына оқитын болса, оған бір қират сауап бар. Кімде-кім жерлеуіне қатысса, 2 қират сауап бар деген. Адамдар 2 қират деген не деп сұрақ қояды. Сонда Алланың елшісі, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, 2 үлкен таудай сауап деп жауап берген. Имам Бухари, Имам Муслим. 6-шы, насихат сұраса, насихат айту. Насихат сұраған мұсылман бауырына насихат айту да мұсылмандық ақыларының бірі. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, идастан соха ахадукум ахоху фальянсох лаху. Егер біреуінің мұсылман бауыры насихат сұраса, насихат айтсын деген. Имам Бухари. Әдетте насихатты кісі өзі жақын көретін, жанашыр деп танитын адамнан сұрайды. Сол себепті де насихат сұраған адамға мұсылманның шынайы ниетіменен, жанашырлықпенен насихат айтуы өте маңызды деп танылатын іс. Имам Науави, Алла оны мейіріміне бөлесін, аталмыш хадисте қатысты, егер сенен насихатты дұрыс бағыт-бағдар беруді сұраса, оны насихат етіп, турасын кесіп айт. Жағымпазданба, алдама, және де насихат айтуға сараң болма деп айтқан. Мұсылманның арасында бауырмалдық, жылы қарым-қатынастың үзілмесі үшін насихатты да белгілі бір әдептердің аясында айтуымыз қажет. Өйткені кейде насихаттың дұрыс болғандығынан емес, оның айтылу тәсілі дұрыс болмағандықтан 2 адам арасында реніш туып жатады. Сол үшін де насихатты орайына қарай жұмсақ, бауырының көңілін бағып, оған деген сүйіспеншілігі менен сыйластығын білдіре отыра айтқан дұрыс. Өйткені жұмсақтық, ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, насихатындағы негізгі ұстанған жолы. Алла Тағала қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 159 аятында Алла елшісіне, оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын, Алланың мейіріміменен бойынша сен оларға өте жұмсақ, сыңай байқаттың. Егер тұрпайы қатал жүректі болғаныңда, олар маңайыңнан тарқап кетер еді. Сондықтан оларды кешірім етіп, олар үшін жарылқау тіле де іс жөнінде оларменен кеңес қыл деген. Құрметті жамағат, Алла Тағала қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 103 аятында Астағфируллах وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Сондай-ақ өздеріңе Алланың берген нығметін еске алыңдар. Кезінде бір-біріңе дұшпан едіңдер, жүректеріңнің арасын жарастырды. Оның игілігімен бауырға айналдыңдар деп айтқан. Мұсылман арасында осы туыстық, бауырмалдық қатынасты сақтауда мұсылмандық ақылдарды орындаудың мәнісі үлкен. Ибн әл-Араби әл-Малики, Алла оны мейірімде көресін, ислам мұсылман адамдарды бір дәрежеге қойғанындай, бұл ақыларын өтеуде сен де сол теңдікті сақта. Мынау басшы, мынау бай, мынау кедей, мынау пақыр деп бөлуші болма. Аз нәрсе болса да оны кішімсіме. Бүкіл исламды бір адамдай бағала. Бүкіл мұсылмандарды бір адамның денесіндей көр. Себебі мұсылмандарымыз ислам болмайды. Ол толық адам болуы үшін бүкіл дене мүшелері менен барлық ішкі және сыртқы күш-қуаты бірдей болуы керек. Кейбір даналардан кім Алла үшін мұсылман бауырының алдында ақысын өтесе, Алла 2 рет сауап жазады. Өзіңе түскен ақыңды өтегеннің үшін және Алланың жаратылысына сол ақылары тигізген пайдасы үшін деп сөз жеткізген. Алла Тағала сыйластығымыз бен бірлігімізді арттырып, қасиетті жұма күні жасаған дұға тілектерімізді қабыл етсін. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri hulkihi Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Осы айтылған үгіт насихаттарымызды өзіміздің жүрегімізге орнықты қылып, бүгінгі қасиетті жұма күні басып келген қадамдарыңызды Алла Тағала сансыз сауаптардан жазсын, дұға тілектеріңізді қабыл етсін, дініміз исламға қуат берсін. Робби яссир ва ла туассир сахил алейна я Робби ва таммим бил хайр би рахматика архамар рахимин. Алла разы болсын.